Сәлеметсізбе достар. Бүгінгі видеоролигімізде біз сіздермен бас қахраман, яғни шарактерді жаратып үйренеміз. Оның алдын біздер өткен сабағымызда артқа фон, яғни background жасауды үйренген едік. Артқа фон беріп тұрады. Келін енді бұны level сахнасына қойсақ, бұл level 1-ді алып тастаймыз. Bunu close қыламыз, екке өтеміз. И level сахнасына бұны жалға алайық, background дегенді. Білсеңіз керек, таза персонаж жарататын болсақ, әрдайым таза айна ашып аламыз, плюс түймесін басамыз. Бұл жерден character body танымауымыз керек. Character body 2D. Соны қосып аламыз. Көріп тұрғаныңыздай қосылды. Бірақ бұл жерде бір қадағалау тұрыпты. Бір нәрсе қос дегендей. Бұл шықпау үшін біздер оны collision қосуымыз керек. Collision shape. Яғни оған тәсір ететін collision орап тұратын қалқа. Collision shape талады. Collision shape 2D қосып аламыз. Және қадағалаушы тұрыпты. Бұны жоғалту үшін оған қандай форма беруін табуым керек. Әдетте персонажға талауда әрдайым капсуладан талынады. Капсуланы басамыз и жақындатамыз. Көріп тұрғаныңыздай бұл біздердің шариктердің тәсір ету аралығы. Бұны өзгертуіміз де мүмкін, үлкейтіп ұзайтып. Енді бұл шариктер body анимация беріп істеу үшін оған animated sprite'ларды қосу керек. Ctrl A, animated sprite. Animated sprite'ларды қосу керек. Sprite sheet, animated sprite, create. Көріп тұрған және қадағалауды. Бұны жоғалту үшін animation'нан new animated sprite қосуымыз керек. Екі мәрте басамыз. И көріп тұрғаныңыздай таза animation sprite жаратылды. Енді келін бұны idle деп қойық. Idle деген қымырламай тұрғанда анимациясы. Өткен сабағымызда біздер OAKOTS-ты itch.io сайтынан жүклеп алған едік. Оның ішінде көрген болсаңыз шарактерлерім бар еді. Келін соны қосамыз. Бұл сетке қосаңдар түймені басып қосып аламыз. OAKOTS папкасын өтеміз. И келін одан біздер таза папка жаратып алайық. Press папкасынан create new folder папка. Бұны character деп қойып, character. Бұны соны папкаға сохранить етейік. Character деген папка. Save. Енді арқайын жалға басықты болады. Еш нәрсе тәртіпсіз тұрмайды. Енді OAKOTS-қа өтеміз. OAKOTS character. Көріп sprite sheet-лар бар. Har түрлі анимациялар. Бұндағы idle анимация. Біріншісі idle анимация. 1, 2, 3, 6, 7. 7, 6, 8. Бұны қосамыз. Add a frame. Бұны үлкейтіп алсақ. Рам беретін болсақ, көрттіңізге қымырлап тұтты. Оны сәбі тезлеу үшін FPS-нен көбейтеміз. Мәселен, 10 қылып қойып. Көріп тұрғаныңыздай персонаж idle анимациясын тұртты. Ол ұс анимация әрдайым тұру үшін мұна кнопканы басып қойымыз шарт. Әрдайым ұс анимация тұрады. Егер қымырламай тұрған болса, ешқандай түйме басылмай жатқан болса, әрдайым ұс анимация тұрады. Енді бұған басқа да және анимацияларды береміз. Жүз түймесін басамыз. И бұған run деп қойық. Run. Және таза character. И бұл жерде жүгіру анимациясы
Mına qatarda, 3-qatarda add frame FPS-ni ko'paytiramiz. Ko'rib turibsizlar, yugur animatsiyasi bo'lindi. Және tazasin qo'ysak, endi buni jump deb qo'yamiz. Jump. Onu және tazasin qo'yamiz. Jump animatsiyasi bu yerda qo'nu animatsiyasi, bu mana sakro animatsiyasi. FPS'ni ko'paytiramiz. Buni olib tashlaymiz, bu kerak emas. Har doim sunmasa har doim shu animatsiya bosib ketaveradi. Endi run beramiz. Endi animatik sprite'lar jaritib oldik. Idle animatsiyasi. Endi onu kod yozib ko'rik. Mana yoqdan bu yoqqa qumlov degan. Bu angsat plusni bosamiz. Ko'rsangiz character body 2D bizga tavsiya etyaptir. Character body o'zining basic movement var. O'zining yaratilgan kodi. Bizga yaratuvimiz shart emas, o'zi baslamasa bizga yaratib beradi. Qimorlov o'rnatuvi. Create bosamiz. Ko'rsangiz bizga 25 qatordan iborat kod yozib berdi. Speed'ini berdi. 300 speedda yuradi. Jump velocity. Nega minus desangiz, minusdan bosib tugaydan ko'tarilu kerak. Personaj sakragingizda. Tugaytirib, so'ng shu minusdan bosadi. Function physics process qo'shilgan. Agar ol yerda bo'lmasa, gravity delta ko'paytiriladi. Demak, ushib ketmaydi u. Bir qavatda turadi. Agar UI accept zati bosilsa, ham ol yerda bo'lsa, velocity ko'paytirilgan y, jump velocity animatsiyasi zati o'rnaladi. Knopkasi bosilib animatsiya beradi deb sakro animatsiyasini. Keyingisida var direction input get axis UI left UI right. UI left degan bu shape'ga burilib tugmasi, ham UI right degan o'ngga burilib tugmasi. Agar taraf direction degan velocity x teng bo'ladi direction speedga qo'ymasi. Direction speedga qo'ymasi bo'ladi. Agar buni bossak, o'ngga shape'ga burilib bo'lsa. Yamasa velocity x move toward boshqa tarafga yuru. Velocity точка x 0 speed. Move on state bilan tavsiladi. Function physics so'rasa har doim move on state bilan tavsiladi. Sumenen bitti. Bugungi savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi, oxiriga yetdi. Endigi savollarimizda biz hemen charakter hakkında to'liqroq o'rganamiz. Charakter bilan ona animatsiya beramiz. Level sahnasini o'tganingizda odan ko'ra endigi savolda biz input mapni qo'shib o'rganamiz. Bu degani karta, yer, oda charakter son qo'nadi, bitta yuradi shu yerda. Yerda qo'shamiz endigi savolda. Odan keyingi savollarda esa character body'ga knopkasini bosib o'rganamiz. Attack knopkasi var. Ko'rib turibsizlar, character blogining ichida attack animatsiyalari bor. So'larda qo'shib o'rganamiz endigi savollarimizda. Al bugungi savolimiz o'z oxiriga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosing. Sog' bo'ling, charchamang.